Неге мамлекет қалегенше пұл шығарып, hammaga тарқатып таслай алмайды? Hamмасы өзінің қолында болса, принтерге салып, көбейтіп тастауға не тосқынлық қылады? Бұның да қандайдыр себебі бар шығар. Hamмасы біз ойлағандай аңсат емес. Бүгінгі санымызда не үшін мамлекет қалегенше пұл шығарып сізге тарқата алмайтындығына фактілер текарында айдынлық кіртеміз. Себебі сіз ең қызықлы фактілер һәм жеті ұйқылап түсіңізге кірмеген мағлұматлар каналындасыз. Менің атым Ислам, басладық. Бұл ойлап табылған уақыттан бастап, оның текарғы вазипасы алмасу құралы сипатында қызмет ету есептелінеді. Біз оларды товарлар, ямасы қызметлер үшін береміз. Істеп шығарушылар болса, өз кезегінде оларды өз мүтәждіктеріне істетеді. Пұлды ойлап табу сауда процесін сезілерлі дәрежеде аңсатластырды, және де оның қатынасушыларын байтты. Себебі адамлар алдынлары өнімді өнімменен алмастырған. Мысал үшін пұл системасы жоқ деп көз алдымызға келтірсек, мынандай жағдай жүзеге келеді. Дейлік 3 адамның қолында 3 түрлі зат бар. Біріншісінде нан, екіншісінде аяқ киім, үшіншісінде болса киім. Нан ұстап тұрған адамға киім керек. Бірақ киімді ұстап тұрған адамға нанның керегі жоқ. Оған аяқ киім керек. Аяқ киімі бар адамның болса қарны аш. Тап осы жерде жағдай қиынласады. Себебі наны бар адам, нанға мұқтаж киімі бар адамды табу керек. Бірден бір универсал құрал, яғни пұлдың керектілігі міне сол жерде білінеді. Бізді алжастырып жіберген жағдайдан тек пұл алып шығалады. Пұлыңыз болса, сізде қандай өнім бар екенлігіден қарамастан, қалеген затыңызды сатып ала аласыз. Сол үшін мемлекеттегі пұл мықтары істеп шығарылған өнім һәм көрсетілген қызметлер санына мас келу керек. Тура жолға қойылған экономикада пұлды қанша мықтарда шығарылуы, қанша өнім істеп шығарылуына байланысты. Хатте сондай қағида бар, әрбір сум жыл давамында саудада қатынасуы шарт. Солай етіп сіз қалегеніңіздей пұл шығарып болмайды. Яқ шығарса болады, бірақ өнімде істеп шығарған ақшаңызға тең болу керек. Болмаса, бұл тек қана қағазға айланады. Апуай қағазға. Артықша пұл айрым жағдайларда инфляция, яғни пұлдың қадірсізленуі һәм бағалардың сезілерлі көтерілуіне алып келуі мүмкін. Яғни бананның 1 килограммы 20 мың болса, мемлекет хамеге 1 миллиард сумнан пұл тарқатса, онда бананның бағасы 20 миллион сумға шекем көтеріледі. Тек қана нөллер көбейеді. Бұл процесс инфляция деп аталады. 1 долларды банкоматтан 10 мың сумнан емес, 1 миллион сумнан аласыз. Түркияда қазірге шекем инфляция 75% еді. Қазір болса 52%. Түсінуіңіз үшін Өзбекстанда инфляция 10%. Ал түркілер бұндай жағдайға қалай келіп қалды? Түркия президенті Эрдоған мемлекеттегі процент ставкасын жасалма түрде түсіре бастады. Бұл не дегені? Процент ставка түсуі адамлар көбірек кредит алу һәм пұл жұмсауын аңлатады. Әдетте қарайсыз орайлық банклер хамеше базардан келіп шығып харекет етеді. Бірақ Эрдоған орайлық банк жұмысына араласты. Адамларда пұл көбейіп кету үшін қосымша пұл үстеу шарт емес. Тек қана процент ставканы жасалма төмендетудің өзі жетерлі. Адамлар қолында пұл көбейсе, табиғи рәвіште бағалар аспанға ұшады. Және де бұны анықтастыратын болсақ, Эрдоған үкіметке келген дәуірінде оның атрапында жақсы ханигелер һәм мемлекетке кіріп атырған күшлі инвестиция ағымы болған. Нәтижеде Түркия 2011 жылда өзінің тарихи максимумына жетіп келген. Дерлік триллион долларлық экономика, 4%-лік инфляция, қоласы идеал. Бірақ 2013 жылдан басылап, Эрдоған орайлық банк жұмысларына актив араласуды бастаған. Оның процент ставкасын түсіру идеясын қабыл етпеген орайлық банк бастықларын 3 рет алмастырған. Ақырында 2020 жылға келіп, Эрдоған өз ниетіне жеткен. Һәм текарғы процент ставкасы 24%-тен 8%-қа түсірген. Нәтиже болса, ашынарлы жұмақланған. Және бір жақсы нәтижеге ерісуді қалеген мемлекет Куба. 20-ші асыр атрапларында Фидель Кастро һәм Эрнесто Че Гевара революция баслап Кубадағы хакимиятты қолға алады.
Сонан кейін Че Гевара дәслеп орайлық банк басшылығы, кейін болса санат министрі болады. Айтуларына қарағанда, қанегелгіш пакер инсан орайлық банк басшылығы болуы қопал хазіл болса да, оның қарарларының ақыбетлері ұнамлы болмаған. Ол жаңа валюта шығарған, хаммеге пұл тарқатқан хам нәтиже. Қардайымғыдай инфляция. Хаттекі қазірде Кубада инфляция жоғарылығынша қалмақты. Германияда болса бірінші жаһан ұрысынан кейін пұл сол дәрежеде қадірсізденген, халық пұлды абой орында іслеткен. Көз алдыңызға келтіріп көрің. Үйдегі диваларды пұл менен жабыстырып шығып атырсыз. Өзі идеалда har bir сумды бір орында ұслап тұрмастан, негедір іслетуіміз керек. Бірақ мен пұлды іслетуді қалемесем не? Машина ямаса үй алуға жинасам не? Банк. Пұлды тек қана үйіңіздегі аршаның түбіне жасырып жинауыңыз хам мемлекетке, хам өзіңізге зиян. Себебі мемлекетте пұл айланбасы тоқтайды. Сіз болса машина алу үшін неше жыл 100 миллион жинап бара бересіз, енді жинадым дегеніңізде машина 110 миллион болған болады. Бірақ сол пұлыңызды банкке қойсаңыз, бірден 110-120 миллион етіп аласыз. Себебі банк пұлды сізден қалай алған болса, сол қадірінде қайтарып береді. Қазір видеоны көріп атырғанлардан кімдір ислам не зат деп атырсаң, мен пұлымды доллар қылып қояман. Болды, доллар беккем ғо, доллардан ұтылмайсаң деп атырғанларда бар шығар. Дұрыс, доллар сумға салыстырғанда бір талай беккем. Бірақ оның да бағасы дүниядағы саяси жағдайға байланысты. Россия һәм Украина машқаласы басылауынан алдын сіз ақшаңызды 10.850 сомнан долларға алмастырып қойыңыз мүмкін болған. Ұрыс басыланғаннан кейін доллар 11.500 сомға шекем көтерілген. Қазір болса 12.800 сомға аласыз. Рубль хақында айтуда шарт емес. Бұларыңыз доллар ма, сум ба, рубль ма, парқы жоқ. Олардың хауаға ұшпайтығылығының ең тикарға кепілігі бұл банк. Ол банкротқа ұшыраған жағдайда да пұлларыңызды ала аласыз. Себебі банклер үшін банк болған, олардың резерв пұллары жиналып тұратығын орайлық банк бар. Не болған жағдайда да пұлларыңызды өз қадірінде қайтарып береді. Олар бұған мәжбүр. Айтқандай, доллардың беккемлігі хақында. Доллар бүткіл дүнияға тарқалуыда жүда қызық жағдай. Қысқаша айтып беремін. 19 асыр орталарына шекем, мемлекеттердің сыртқы сауда көлемі үлкен болмаған. Саудагерлер болса, өнімдерді қандай қалесе, сондай алмасқан. 1867 жылда күшлі мемлекеттердегі күшлі адамлар жиналып болды. Енді жалғыз қандайдыр пұл қылайық деген. Себебі санат рауажлану ақыбетінде басқа мемлекеттерден шикізат өнімін сатып алуға талап пайда болған. Құласы олар мемлекет ақшасын алтынға байланыстырған. Яғни кімде алтын көп болса, соның ақшасы күшлілеу. Алтынлардың тикарға резерві Лондон һәм Нью-Йоркта топланып барған. Бірінші жаһан ұрысынан кейін Ұлыбритания қиын жағдайда қалған. Тек қана ақш өз валютасын, яғни долларды алтынға байланыстырып қойылған. Себебі алтынның тикарға резерві оларда болған. Екінші жаһан ұрысынан кейін болса, 44 мемлекет уәкілдері жиналып доллардың позициясын және де асырып жіберген. Енді ақш өзінде қанша алтын болса, сонша доллар шығарған. Басқа мемлекеттерде өз ара қатынаста долларға өткен. Кімде көбірек доллар болса, сол мемлекет байрақ. Себебі доллар алтын менен басқа пұллар арасындағы бірден бір дәлдәлші. Айтқандай, сол уақытта шартнамаға Сталин да қол қойған. Бірақ Совет ауқымында бұл шартнаманы нызамластырмаған. Ақыбетте мемлекетте халықаралық сауда көлемі және де азайып, қара базар рауажланған. 1971 жылда ақш бұл келісімнен шыққан, хам долларды іслеп шығаратығын өнімге байланыстырған. Сол уақыттағы ақш президенті Никсон бұған себеп қылып іслеп шығарылатығын өнімге салыстырғанда дүниядағы барлық алтын көлемі азлау екенін көрсеткен. Яғни алтынға байланыстылық экономикаға белгілі бір шекаралар қоюға мәжбүр еткен. Келісім бекар болғаннан кейін, енді қанша өніміңіз көп болса, һәм сіз оны шетке сатсаңыз, валютаңыз сонша қадірлілеу болады. Басқа мемлекеттерде әсте ақырын сол системаға өткен. Алтын болса, айрықша жағдайлар үшін резервте ұслап тұрылады. Солай етіп, доллар 100 жыл ішінде дүниядағы ең үлкен валютаға айланды.
Тап осы себеп біз қазір хаттекі үйлерді долларда есеплап сатамыз. Өзбек сумы да сондай болуы мүмкін бе? Ауа, тек біз жүда көп товар іздеп шығарсақ, экспортымыз импортымыздан көбірек болса, һәм біз іздеп шығарып отырған товарлар басқа мемлекеттердің орайлық банктерінде сумда резерв сақлауға итермелесе ғана болуы мүмкін. Мысалы, қазіргі Қытайдағыдай $1 7 юанды құрайды. Себебі Қытай жүда көп товар іздеп шығарады. Һәм экономикасы тұрақлы. Сумның бұл дәрежеге шығуы қиын мәселе. Яқ, стоп. $1 10 сум бола алады. Сенбейсіз бе? Қазір көрсетемін. Міне, $1, яғни 12.800 сом. Біз 12.800 сомнан 800-ді алып тастаймыз. Һәм валюта $1 12 сум. Бұл процесс деноминация делінеді. Пұлдағы нөлдерді азайту үшін олардан ваз кешу керек. Бірақ тілекке қарсы, бұл $1 10 сум мәнісінде дегені емес. Нөлер сіздің айлығыңыздан да алып тасталынады. Яғни қазір 4 миллион тапсаңыз, 4000 сум табуды баслайсыз. Қазірде сумның қадірі артуы, ямаса түсуі біздегі ішкі жағдайға байланысты. Бұл әлбетте өз-өзінен болмаған. Соңғы жылдарда орайлық банк алып барған саясат, қабыл етілген қарарлар бір қанша ұнамлы нәтижелерін көрсетті. Ең үлкен мысал, 2019 жылда бізде инфляция 15% құраған болса, қазір 10,5% құрайды. 2024 жыл ақырына келіп болса, бұл көрсеткіш 9%-ке туры келу күтілмекте. Қазірде сумның қадірін көтеру үшін тикарға қадам экспорттың импорттан арту болып қалған. Яғни біз сыртқа қанша көп өнім сатсақ, сум қадірі сонша көтеріледі. Һәм бізге кіріп келатырған импорт товарлардың да бағасы түсуді бастайды. Тек сыртқы сауданы дұрыс шөлкемдестірсек болғаны. Сонда бізде де $1 хақиқаттан 10 сумды құрауы мүмкін. Құласы мемлекет біз қалегенде пұл шығара алмайды. Бұл оның қолында емес. Хаттекі жарлы адамға пұл беріп, оны бай қылуда ұлыма экономикаға жаман тәсір көрсету мүмкін. Дұрыс орнатылған экономикада мемлекет тек қана пұл емес, имканиятлар береді. Адам болса оннан пайдаланып, өз өмірін жақсылауы тек өзінің қолында. Көбірек пұл табу үшін сізге кімдір пұл беруін күтпең. Онанша ол пұлды қандай іздеп табу хақында бас қатырған пайдалырақ. Есіңізден шығарман. Біздердің қазір іздеп тауып һәм сарплап отырған әрбір сумымыз жәмиеттің экономикалық тұрақтылығы үшін хауадай зарур. Бүгінгі тема сіздерге мақұл келді деген үміттемін. Пікірлеріңізді комментарияда қалдырсаңыз болады. Егер видео ұнаған болса, лайк басуды ұмытпаң.